Психолого-педагогикалық түзету кабинеті Жамбыл көшесі нөмірі 71А мекенжай бойынша орналасқан. Тың нысан дара қоры бастауымен 2 жыл бұрын ашылды. Осы уақыт аралығында кабинеттің қызметіне 300-ге тарта балғын жүгінген. Өмірек Қайыр өз ұлын бұл орталыққа әкеліп отыр. 3 жасқа толған Салауаттың тілі шықпағандықтан ата-анасы мамандардың көмегіне жүгінді. Жұмада өтті, бірақ та соның ішінде өзгерістер нақты көріледі. Баламыз көбірек сөйлей бастады. Ақырын-ақырын ашылып жатыр. Жаңа жыл қарсаңында орталықтың жұмысымен облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет танысты. Құтты мейман балалармен тілдесіп, өз тәтті сыйлықтарын табыс етті. Кабинетте 5 маман қызмет етеді. 7 жасқа дейінгі балаларға қарастырылған тың мекеме күніне 40 бүлдіршінді қабылдауға қауқарлы. Жылдың басты мейрамы қарсаңында Петропавлда инклюзивті білім берудің ресурстық орталығы ашылды. Кедергісіз мектеп жобасы аясында іске қосылған кабинет нөмірі 40 орта мектепте шоғырланған. Дара қорының бастамасымен жұмысын бастағалы отырған орталыққа бүгінде 15 бүлдіршін жазылған. Орталықтар мектептерде көбірек ашылса, балаларды қоғамда бейімдеу оңайға түседі. Білім басқармасымен бірлесіп жоспар құрсақ, болашақта әр мектепте осындай орталықтар ашылуы мүмкін. Орталықтың ашылуына қатысқан облыс әкімінің орынбасары коррекциялық кабинеттердің маңыздылығын атап өтті. Сама по себе эта работа не такая дорогая. Облыста бизнес пен билік арасында әріптестік бар. Мұндай жобалар көп қаражатты қажет етпейді. Сондықтан кәсіпкерлер қайырымдылық жасап, осындай орталықтарды аша алады деп ойлаймын. Николай Лебедев 15 жаста. Ол ерекше үлгідегі бала болып табылады. Жаңа кабинетте Николай қосымша үйірмелерден бөлек мектеп пәндерімен таныса алады. Мне тут нравится из-за того, что... Маған мұнда ұнайды. Жаңа достар таптым. Бұрындары сабақ өтетін жерлер ауысып отыратын. Қазір бір кабинетте бірнеше маман сабақ жүргізеді. Инклюзивті білім берудің ресурстық орталығы мектеп жасындағы ерекше үлгідегі балаларға қарастырылған. Барлығы оқушыларға 23 маман қызмет етеді.